сүннет мәселесінің өзінде, мысалы, бұрынғы сол заманда дұрыс болып жасалған қағидаларды осы заманға алып келіп, соны ғана ұстану деген бір соқыр пікір бар. Тек қана жаңағы ескі бір фундаменталды қатып қалған бір жағдайда жүрген елде ешқандай даму болмайды. Біздің жатаған өкілдері бірінші кезекте біздің салт дәстүрге келіп тіреліп отыр ғой. Анау болмайды, харам деген секілді. Қазақ мемлекеті қандай болу керек дегенде, иманы бар, Құдайдан қорқатын, жан-жақты білімді адам болу керек деп ойлаймын. Жан-жақты тілді білетін, ол биотехнолог болуы мүмкін, бір ғарыш саласын білуі мүмкін. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, бірақ білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік дейді ғой. Діни сауаты бар, негізгі діни бағыттарда хабардар етілген жоғарғы білімді азамат болу керек. Бизнес жасауда да болсын, психологияда болсын, жалпы діни призма арқылы алып келу, мысалы халыққа солай ұсыну, ол да бір жаңағыдай бір маркетингтік жол шығар. Діни білім жоқ, ешқай жерде оқымаған, діни білім алмағанда, бірақ сол дін атынан сөйлеп, бір психологиямен байланыстырып сөйтіп атады. Ол адамдар сол, мен ойламаймын, бір қатты бір дінге жаны ашып, немесе бір осы бір халыққа дін жеткізейін, дұрыс түсіндірейін деген бағытта бір деп ойламаймын. Кез келген маман сөйлесін. Тісің ауырса стоматологқа барасың, білім алғың келсе мұғалімге барасың. Бірақ неге екенін білмеймін. Дін сұрақ болса, қайдағы жоқ адамдар сөйлейді. Сондықтан имамға, теологқа бару керек, сонда ғана шатаспайсың.